Жоғары жақтан Рейхстагқа туды кім тігет деген тапсырма келді. Ешкімді күштемеді. Неге екенін кейін байқадық. Ол өліммен тең жері болатын. Аман қаламын деп мүлде ойламадым. Жау ордасына жеңіс туын тіккен батырдың әрекеті ел жадында. Ал дәл қазір біз оның туған жері Ақмола облысына қарасты Тайтөбе ауылындамыз. Ержүрек жауынгер мұнда 13 жылға жуық өмір кешкен екен. Ата-анасынан ерте айырылған ол осындағы Тайтөбе балалар үйінде тәрбиеленеді. 7 жылдық мектепті тәмамдап, кейін Балқаш қаласындағы училищеге түседі. 1942 жылы Қошқарбаев әскер қатарына шақырылып, мылтық асынып, қару ұстап, жау бетін тойтарудың қыр-сырын меңгереді. Лейтенант шенін алып, 1944 жылы қараша айында Беларусь майданын аттанады. Осы жерде үзеңгілес жолдасы Жанша Жанасовпен жолығады. Рахымжан балалар үйінде тәрбиеленген соң әскерге келгенде басқалармен салыстырғанда дайын сарбаз сияқты болатын. Сол себепті де ол әскери өмірге тез бейімделіп кетті. Батырдың әкесі жалған саяси жаламен ГУЛАГ лагеріне айдауға жіберілген еді. Кейін араға бірнеше жыл салып, қайта оралған. Мен ақырын терезеден қарадым. Атыс тоқтаған сияқты көрінді. Үстімдегі матана алып тастап, қойныма туды тығып, белдігімді босатып, сағатыма қарадым. Таңғы сағат 11 екен. Содан кейін артқа қарай бұрылып, патшалық алаңқайға қарай бірінші болып секірдім. Дәл сол сәтте атыс қайтадан басталды. Жерге бар денеммен жастандым. Қасыма жарылған снарядтар қалдығы құлады. Соған жақындай бергенде үстіме біреу келіп құлады. Бұл Григорий Булатов болатын. Басқалары қайда деп сұрадым. Білмедім деді. Бойымда бір түрлі сезім биледі. Мен өткен жерге үсті-үстіне снарядтар жарыла бастады. Енді артқа шегінерге жол жоқ екенін түсіндім. Өр рухты өжет жан бірінші дәрежелі отан соғысы орденімен, Берлинді алған үшін, Варшаваны азат еткен үшін медальдармен марапатталған. Ал Рейхстагтағы ерлігі үшін оған жауынгерлік Қызыл ту ордені табысталды. 2001 жылы елбасы жарлығымен халық қаһарманы атағы да берілді. Тек бұл кезде марапатты оның өзі емес, ұрпақтары алды. Рейхстагқа жақындаған сайын өлім жайында ойлаудан қалдық. Бар мақсат тапсырманы орындап, баспалдаққа бірінші болып жету. Рейхстагқа жеткенде мен Гришаға иығыма шық дедім. Қондырдық. Қарасақ, туымыз кірпіш қабырға тұсында 2 метрлік деңгейде желбіреп тұр екен. Міне, көптен күткен жеңісіміздің ал-қызыл жалауы желбіреді. Халық қаһарманының құрметіне орай 2015 жылы номер 1 Қосшы ауылдық округіне батырдың есімі берілді. Ал 2016 жылы елордада 11 метрлік ескерткіш орнатылған болатын. Рахымжан Қошқарбаевтың жарқын бейнесі ел есінде ерліктің ерен үлгісі ретінде мәңгіге сақталмақ.